Ассалаумағалейкум ағайындар. Қазір менің қасымда бір апамыз отыр. Микроқаржы ұйымынан кредит алған. Қанша алдыңыз апа? 100 мың алдым. 100 мың алған. Емге деп 100 мың теңге алған. Енді қазір бір жылдан асты ма апа алған? Бір жылдан асты. Айына емес, 20 күн сайын апа, 20 күн сайын 20 мыңнан төлеп отыр. 20 күн сайын 20 мыңнан төлеп отырған. Әлі күнге дейін құтылмаған. Енді олар күнде әр 20 күн сайын қайтадан кредит берген сияқты сөйтіп істеп отыр екен, иә? Договорды өзгертіп отыр. Осы күнге дейін қанша төледіңіз апа сол 100 мың теңге үшін? Бір жылдан есептеңізсе, енді 2022 июнь айында алдым. 20 күн сайын сонда 240 мыңдай төлеп тұрмын ғой. 240 мыңнан да көп сияқты ғой, егер 20 күн сайын болса, егерде. Қазір мен айтайын, шамамен 365 күнді бөле салайық. 20 күнге 18 ай 360 мыңдай төлеп тұрсыз апа. Шамамен, енді 300 мың кемі төлеп тұр. Мен апа, егерде сіз қараңыз апа, егерде сол кредитті сол кезде төлеу тоқтатқанда, сол ақшаны одан өзіңіз жинап жүргенде, ол мына кредит, ақылжан, 2 еседен артық өспейтін кредит қой, әлде? 2 еседен артық өспейтін. Иә, бұл 200 мың ғана болады апа, түсіндіңіз ба? Егер төлемегеніңізде, олар сізді сотқа берген күннің өзінде тек қана 200 мың теңге өндіреді. Сондықтан ұзарту тиімсіз апа. Оны көзіңіз жетіп отыр апа, тиімсіз екен, иә? Тек оның тиімді тұсы мынау ғана еді ғой. Ағайын туған туысқандарға звондамайды дегеннің өзі, иә? Бірақ сізге күнде хабарласып отыр дедіңіз ба апа, бүгін таңертең? Бүгін азаннан бері 3 рет звондап жүр. Оның алдында туысқандарға хабарласып отқан жоқ қой, бірақ айтып кешеден бері звондап. Өзіңізге мазаны алып отыр, иә? Енді осы апаның ісін алып алып, зерттеп кіріспекшіміз. Жаңағы күнделікті жасап отырған шарттары ол жалған шартқа жасалады, өйткені жатады. Өйткені біздің апамыз 300-інде олардан кредит алып тұрған жоқ. Негізінде тек 20 мың теңгені созу үшін ғана беріп отыр, олардың айтуы бойынша. Бұрын созу дейтін. Ондай созуға олардың құқықтары жоқ. Сол себепті олар қайтадан жасап отыр. Бірақ, апа, былай ғой, мәміле, қарыз беру туралы мәміле. Ұмытпасам 717-716 баптары бар, азаматтық кодекстің соның талаптарына сәйкес. Біз шартқа қол қоямыз ғой. Шарт бұл кезде жасалды деп есептелмейді. Ақша аударылған кезде. Түсіндіңіз ба? Қолыңызда ақшаны алған кезде шарт жасалған болып есептеледі. Оны өкінішке орай банктерде, сосын жаңағы микроқаржы ұйымдарда және соттарда соған назар аудармай білмей отыр. Бірақ заңда тайға таңба басқандай жазылып тұр. Мына жерде біз 100 құжат жазсақ та, миллион алдым, 2 миллион алдым деп, бірақ сізге оны тапсырмаса, миллионды 2 миллионды. Ол шарт жасалмаған болып есептеледі. Енді солар бойынша жұмыс істейін деп отырмыз апамен. Және бұны біз барша адамға сабақ болсын деп айтып жатырмыз апа. Түсіндіңіз ғой апа, иә? Түсіндім. Ұзарту керек емес екен, түсіндіңіз ғой апа, иә? Жетіп тұрған түсінікті ғой бәрі. Енді сонымен апамыздың енді ісі бойынша кірісіп, зерттеп, тіпті соттасуға барайын деп тұрмыз. Барынша апаны алып шығуға жұмыс істейміз. Сол, егерде өздеріңізде осындай проблема болатын болса, микроқаржы ұйымдарына қарыздан ақша төлеу керек болып жатса, одан төлемей қалған жақсы. Ұзартып, апа құсап, шаршап жүргенде бізде ондай оқиғалар бір апа болды. 2 миллионға жоқ төлеп тастаған. 400 мың ба, 300 мың алған, бірақ сол 5 жыл болды жаба алмай келдім деп. Ондай да проблемалар болған. Сол ағайын біліп жүрейік деп айтып жатырмыз.